Сәлеметсіңдер ме студенттер? Бүгінгі тақырыбымыз электр қасиеттеріне байланысты материалдардың бөлінуі. Электр қондырғылардың элементтерін өндіру және оларды құрастыру үшін электротехникалық материалдардың барлық түрлерін пайдаланады. Бұл материалдар электр тоғын өткізу қабілетіне қарай келесі топтарға бөлінеді. Олар өткізгіштер, диэлектриктер және жартылай өткізгіштер. Ал тағайындалуына қарай келесі топтарға бөлуге болады. Ол тоқ өткізгіш бөліктерді дайындауға арналған материалдар, оқшауламалар, магниттер, конструкциялық материалдар және қосалқы материалдар. Ал агрегаттық күйіне қарай келесі топтарға бөлеміз. Ол қатты, сұйық және газ тәріздес. Сонымен қатар химиялық құрамына қарайда бірнеше топтарға бөлінеді. Ол таза элементтер, элементтердің химиялық қосылыстары және қоспалары. Таза элементтерге біз бір ғана химиялық элементтен тұратын материалдарды жатқызатын болсақ, қоспалы элементтерге біз құрамында бірнеше химиялық элементтері бар материалдарды жатқызамыз. Енді әрбір айталып өткен электр қасиетіне байланысты материалдардың бөліну ретін жеке-жеке атап өтейік. Мысалы, бірінші материалдың түрі ол өткізгіш материалдар. Олар электр тоғын өте оңай өткізеді және осы себепті электр қондырғыларының тоқ өткізгіш бөліктері ретінде пайдаланылады. Бұл материалдарға бірінші кезекте күміс, мыс, алюминий, болат жатқызылады. Сондай-ақ олардың қорытпалары жез, қола және тағы басқа материалдарды жатқызамыз. Келесі түрді біз диэлектриктерге жатқызамыз. Диэлектриктерді негізінен электр оқшаулағыш материалдар деп те айтады. Олар электр тоғын өте қиын өткізеді, сондықтан олар тоқ өткізгіш бөліктерін оқшаулау үшін қолданылады. Бұл материалдарға ауа, инертті газдар, түрлі шайырлар, пластмасса, шыны, парафин, слюда, керамика және тағы басқа материалдарды жатқызуға болады. Келесі түрі жартылай өткізгіш материалдар. Олар өткізгіштер мен оқшаулағыштар арасында электр тоғының өткізу қабілеті бойынша аралық мәнді алатын материалдар. Оларға төртінші топтың химиялық элементтері, яғни германий, кремний, галлий және индийдің химиялық қоспаларын жатқызуға болады. Жартылай өткізгіш материалдардан жартылай өткізгіш аспаптар, диодтар, жартылай өткізгіш резисторлар, транзисторлар, тиристорлар, микросхемалар және тағы басқаларды дайындайды. Келесі материалдың түрі ол магнитті материалдар. Магниттеу сияқты қасиеттер магнитті материалдарға тән. Оған темір және темірден тұратын басқа қорытпаларды жатқызамыз. Бұл материалдар электр қозғалтқыштар мен генераторлардың, трансформаторлардың, электромагнитті реле, дроссельдердің, статорлар мен роторлардың өзегі ретінде пайдаланылады. Келесі конструкциялық электротехникалық материалдар, олар электр қондырғыларының құрылымдық бөліктерін дайындау үшін қолданылады. Бұл топқа өткізгіштерді де және оқшаулағыш материалдарды да жатқызуға болады. Мысалы, шойыннан және алюминий қорытпаларынан электр машиналарының корпустары, қалқандары, тоқ жүретін бөліктерді бекітуге арналған құрылымдары құйылатын болса, қыштан электрмен қыздырылатын аспаптар мен реостаттар жасалады, ал пластмассадан өлшеуге арналған электр аспаптарының корпустары, автоматты ажыратқыштардың тұтқалары, рубильниктер дайындалады. Электр қондырғыларын дайындау және монтаждау барысында желімдер, лактар, дәнекерлер, эмальдар және тағы басқа қосымша материалдар қолданылады. Бұл материалдар қосалқы электр техникалық материалдарға жатқызылады.